сіздермен бірге ChatGPT-де қымызы жасауға болады екенін көрсетейін. Міне мен қымызы сұрадым. Қазір бірінші сізге жасаған қымызын көрсетейін. Міне мен Wordқа салып бер деп бір тақырып таңдадым. Міне қараңыздар. Оқу мақсатына енгізсеңіз, міне маған қымызы қажет, пән жаратылыстану, сынып 3, 94-90 сабақтың тақырыбы өсімдік қабыл көркейеді. Оқу мақсатын енгізіп, енді осыларды енгізсек болды, бізге қымызын жасап береді. Міне қымызы жүктеу Word деп жасап берген. Ашу. Осыны өзіңіздің тақырыбыңызға сақтап аласыз. Міне қымызы қысқа мерзімді жоспар. ChatGPT-дің жасаған қымызы өте оңай. Сіз осы ChatGPT-ге берсеңіз, барлығын құндылықтармен жазып береді. Басқа сайттар өйтіп жазбайды. Біз мысалы енді тағы да жазайық. Бірінші сәлем. Өзіңізді таныстырып өтесіз. Мысалы, менің аты жөнім Айсағали Нұрислам Данияров. Мысалы, бастауыш сынып мұғалімімін. Маған қымызы жазып берші. Жазып берші. Айтаңыз. Пән жаратылыстану, сынып 3-ші сынып. Сынып жазғаннан кейін 94-90 сабақтың тақырыбы. Кітаптан бер тақырып алайын. Өсімдік тіршілік ортасында қалай бейімделеді? Өсімдік тіршілік ортасына қалай бейімделеді? Сосын міне жазамыз, оқу мақсатын енгіземіз. Біз оны КТП-дан аламыз. Міне өсімдік тіршілік ортасына қалай бейімделеді? Міне оқу мақсаты берілген. Енді осыны аламыз. Символы қалған жерін бөлек ала саламын. Міне енді осыны басамыз. Мысалдан кейін Wordта салып бер. Талдау жасап жатыр бізге. Қазір міне Wordқа салып жатыр бізге міне осыны. Жаңа мен сіздерге көрсеттім. Wordта салып берді ғой маған. Сондай етіп тағы да бізге Wordқа жасап беріп жатыр. Мынаның астына түсеміз. Бізде астында тұрады. Міне сіз жасаған қысқа мерзімді жоспарды Word файлына салып берді. Оны мұнда жүктеп алуға болады. Қазір бізге төменде шығады. Немесе осыны басасыз. Міне бізге қымызы жасаған. Міне осындай. Қазір реклама шығып кетті. Міне осындай бізге қымызын жасап берді. Осының барлығын өзіңіз жасамай ChatGPT-ге берсеңіз болды. Өзі жазып бере салады. Сабақтың жоспары. Міне көрдіңіздер ғой, бағалау, үй тапсырмасына дейін өзі берді. Осыны үйрену үшін сіздер менің каналыма подписаться етіп алыңыздар.